Барлықтарыңа сәлем, Сарбалар арнасының кезекті шығарылымын 2012 атты фильмге арнамақпыз. Барлық адамзаттың түбіне жетуге таяған апаттың соңы немен аяқталатындығын білгің келсе, алдағы 10 минутта бізбен бірге қызықта. Фильм күндегі белгісіз ақаулармен басталды. Ол өздігінен белсенділік танытып қозғалады. Ал жер шарында 2009 жылы ғалым болса, өзінің ноутбугінен түсініксіз проблемаларды байқайды. Не болса да бұл жақсылық емес еді. Бұл ақпаратты ендігіде естіп алған геолог Эдриан Вашингтонға асығып аяғы жерге тимей ұшақпен ұшып келеді. Бұл жердегі қылыштай киінген мына бір костюмдегі саясаткермен кездеседі. Алғашында геологтың айтқандарына күлген адам кейіннен көрсеткен дүниелеріне қарап сене бастайды, және де ендігіде екеуі бірге бұл жайлы президенттің қабылдауына бара жатыр. 2010 жылы қала ішінде қақтығыс орын алып, көптеген адамдар ереуілге шығады. Ал мына кадрде ақш президенті ашулы күйінде. Мұнда көптеген мемлекет басшыларын бір жерге жинап, алдағы болатын апаттар жайлы хабардар етеді. Ал Қытайдағы бір ауылда әскери адамдар жергілікті тұрғындарды басқа жаққа көшіріп жатыр. Басты себеп бұл жерде құрылыс жүріп, қазба жұмыстар басталған болатын. Осы үшін де тау жиегінде жарылыс жұмыстар жасалып, дүмпулер туындайды. Ал тұрғындардың арасында аяқ қолы сау, жұмысқа жарамды дейтін адамдардың барлығын өз қатарларына қосып жатыр. 2011 жылы белгісіз бір адам араб шейхінің кездесуінде араб шейхіне барлық отбасына арналған құны 1 миллиард тұратын билет алуды ұсынады. Париждің Лувр мұражайында ақш президентінің бұйрығымен оның қызы және де адамдары Мона Лизаның суретінің түп нұсқасын алып, оның орнына осыған ұқсас көшірмесін қалдырып кетеді. Ал 2012 жылы бастауын алды. Барлық қызық осында. Кертис жазушы былайша келгенде жол болмайтын жазушы. Қазіргі таңда лимузин жүргізушісі болып ақша табады. Бұл жігіттің бір жеріне күн түскенге дейін ұйықтап, соның салдарынан асығып жол жүру кезінде көшеге ырбиып тұрған жерді байқамайды. Асығуына себеп ол өзінің бұрынғы еліне соғып, балаларын бір жерге қыдыртуға апармақшы. Бір жердің аты туристік парк. Бұлар лимузинмен кесеніп жүргенде үлкен Титаник сияқты кеменің аузында екі крутой джазмендер кіргелі жатыр. Гарри мен Тони. Гарри бастапқыда көрген геологтың танысы, ал Тони өз ұлының жапон қызына үйленіп, сол қыздың артынан Жапонияға кетіп қалған үшін онымен ренжісіп араласпай кеткен. Бұлардың әңгімесін кемеге келіп соққан қатты толқын тоқтатып, кемедегілерді бір шайқап алады. Бұл уақытта Лувр мұражайының директоры өз адамы Лориске мұражайды алдап келіп, барлық оригинал заттарды бір жерге тығып қойғандығын айтып, жұмысқа жеткен соң барлығына жиналыс жасайтындығын айтып үлгереді. Бірақ жұмысқа жетіп үлгермей, туннель ішінде апатқа ұшырап көз жұмады. 5-6 білімді адамдар бірдеңені талқылауда. Арасында біз танитын геолог Эдриан да бар екен. Геологтың айтуынша, жер шарының жойылуы осыдан жарты жыл бұрын басталып кеткен болатын. Сондықтан қазіргі уақытта барлығын көшіру жұмысын бастау керек. Ал осы жерге кіріп келген қыз ақш президентінің қызы екен. Әке мен қызының әңгімесінде әкесі қызына алда үлкен апат болатындығын айтып, адамзаттың мәдениеті мен тарихын, өмірін сақтап қалу керектігін қоштасқандай күйде айтады. Бұл уақытта уайымсыз Кертис бала шағасымен көлік ішінде келе жатыр. Ал үстерінде 3 бірдей тікұшақ бірдей бағытқа асығып бара жатыр. Керек жерлеріне өткен соң малдың өзі өтпейтін қоршаудан өзі бастап секіріп өтіп, балаларына керемет әдіс көрсетеді. Ал бүгін демаламыз деп келген көлдеріне барса, ол көл жай ғана шалшық болып қалыпты. Кезінде бұл жерде шомылатын едік дейтіндей ой тастайды. Әкелі балалар көлдің үстін басып жүргенде артына тікұшақты ерткен әскерилер келіп бұларды әкетеді. Ал орманда бұларды бір адам бүркеніп алып аңдып жатыр екен. Әскерилермен бірге бұлар лагерге келеді. Онда геолог Эдрианмен танысады. Айтпақшы, бұл жерден Кертистің кітабын оқыған 500-дей адам табылады. Эдриан біраз уақыттан кейін кете берсеңдер болады деп бұларға айтады. Эдриан болса кейіннен Индиядағы әріптестермен байланысу арқылы ендігіде сұмдық апаттың басталатындығын біліп, көшіруге бұйрық алады. Кертис болса лагерден балалармен кеткен соң, жолай бұларды әскерилер алып кеткен орман ішінде тығылып бақылаған адамды кезіктіреді. Оның сұрағаны әскерилердің не айтқандығы, ал олар мұны есі ауысқан біреу деп санап кетіп қалады. Кешкісін Кертис аспаннан шыққан тікұшақтарды, кейін паркты Google'дан ақтарып қарайды. Балаларын ұйқыға жатқызған соң өздері орналасқан фургон жанынан тағы да бір көрші фургонды және де ішінде радио жүргізіп отырған адамдарды байқайды. Бұл жаңаға кезіккен адам, және оны диджей деп атайды.
анықтай аламыз. Диджеймен болған диалог кезінде ол Кертиске біраз тың ақпараттармен бөліседі. Оның айтуынша жақында үлкен бір апат болады. Жанартаулар атқылап, жер опырылады. Бұл жайлы үкімет біледі, бірақ әдейі жасырып ұстайды. Оның үстіне олар өздеріне қашып кетуге үлкен кеме жасап жатыр екен деп айтады. Әрине, Кертистің ақыл-есі дұрыс адам болғандықтан, оған аса бір сеніңкіремейді. Әңгіме барысында диджейдің қашуға арналған картасы бар екенін біледі және де кейін өзі фургонына қайтады. Қалада жүрген Кейт, яғни Кертистің бұрынғы әйелі, жаңа жігітімен супермаркетті аралау кезінде апаттың бастауына куә болады. Олар тұрған супермаркет екіге қағайырылады. Кейін Кейт Кертистен балаларды тезірек үйге келуін өтінеді. Президентке қазіргі таңда адамдарды көшіруге арналған 4 кеме дайын деген ақпарат келіп түседі. Ал өз кезегінде президент әлемнің менмін деген лидерлермен онлайн жиналыс жасап адамдарды көшіруді бастау керектігін хабарлайды. Осы жайлы естіген орыс миллионері Юрий Карпов өзінің жеке жүргізушісі Кертиске хабарласып, тез арада өзінің егіз баласын аэропортқа жеткізу тапсырады. Аэропортта осы Юрийдің жеке ұшағы бар болатын. Ол осымен қашып кетпекші болады. Әуежайға 2 егізді жеткізген ол екеуі Кертисқа біз кемеге отырып тірі қаламыз, ал сен өлесің деп кетіп қалады. Осы уақытта көліктің астыңғы жері білініп, Кертис болса осы көрініске куә болады. Ойына бірден келген диджейдің сөздері рас екенін есіне алады. Ол жаңағы ұшақтың жалға алынып, лимузинмен отбасының үйіне асығып келе жатыр. Бұрынғы елінің үйіне келгенде ендігі бұл жерде тіпті опырылыс болып, жер сілкініп бастап жатты. Жер жоқ қайналуда. Үйлер, көшелер, ғимараттар барлығы да құр топырақтың ішіне кіруде. Лимузиніне үй ішіндегілерді орналастырған Кертис бұл бәленің барлығынан айналып өтіп, әрең дегенде аэропортқа келеді. Дәл артқа тақалған кезде ұшқыш таппай Кейттің жаңа күйеуі Гордон кезінде пилоттың оқуын оқығандығын айтып ұшақты жүргізеді. Ұшқан сәтте олардың көз алдарында тынық мұхитына батып бара жатқан Лос-Анджелестің бейнесі келеді. Енді олардың аспанда болатын сапары туристік парк, онда диджейдің картасын алу керек. Оның фургонын тапқанымен диджей жоқ. Сөйтсек, бұл алжыған өзінің соңғы репортажымен жанартау арқылы көру үшін жотаға шыққан екен. Диджейді тауып картаның қайда екендігін сұрағанда оның жауабы фургонның суырмасында дейді. Оның фургонына қайта барып картаны қолға түсіреді. Бірақ Кертис көлік ішінде болған мұнда жер опырылып, көлік артқы жағына қарай ауып кетеді. Бірақ Кертисқа өмір сүру бақыты бұйырып, жерге жармасып тірі қалады. Фургоннан шығып, бар күшімен ұшаққа жетіп, бірге бұл аумақтан әрі қарай кетеді. Картаны қарау арқылы кеменің Қытайда орналасқаны белгілі болады. Ал онда бару үшін үлкенірек ұшақ керек. Ал жота басында тұрған диджей жанартаудың жарылғанына куә болып, тасқа бастырылып өледі. Бұл оның радиодан жасаған соңғы репортажы болды. Ақ үйде барлығы да оқшаулануға дайындалуда. Геолог өзінің әкесі Джазменге қоштасу үшін хабарласпақ. Президент ешқайда асықпайды, өзінің жас келгендігін және де мұндай істерге ендігіде әлі жетпейтіндігін айтып қалуы шешеді. Барлық басшылық ұшақтарға орналасады. Оның қызы нөмірі 1-ші портқа жайғасады. Кейін ол ұшаққа мінген соң әкесі қызына хабарласып, өзінің мінбейтіндігін айтып қоштасады. Одан соң экран алдында тікелей эфирге шығып шындықты айтады. Барлықтарың айтарым, өтінем, көндіңіздер деген президенттің сөздері халықты кәдімгідей шошытады. Кертистер мінген ұшақ Лас-Вегасқа келіп жетеді. Онда жүріп өзінің бастығы Карповты тауып келседі. Командалар қосылып Антонов атты орыс ұшағына отыруға мүмкіндік алады. Ұшақтың ұшқышы орыс жігіті Саша мен Гордон болады. Олардың алдағы барар жері Гавай. Онда біраз жанармай толтырып, қайта Қытайға жол тартады. Осы уақытта буддистік монастырда ондағы жас жігіт монах Нима өзінің ұстазымен әңгімелесуде. Нима өзінің бауырының құтқарушы кемелерде жұмыс жасайтындығын және де алда болатын апаттан аман қалу үшін сол кемеге туыстарымен бірге отыруын өтінеді. Ал ұстазы кесесіне толтырып шай құйып, шәкіртіне ақ батасын беріп шығарып салады. Жүк тасымалдайтын көлік арқылы Нима ауылға барып әжесімен атасын алады. Ал Кертистардың мінген Антонов ұшағы Гавай үстімен ұшу барысында өкінішке орай бұл жер ендігі табиғат апатына ұшырап лаваның астында қалған екен. Осылайша бұл жер әлемдегі ең ыстық курорт атанды. Ал ұшқыштар болса қолдағы бар жанармаймен Қытайға дейін ұшуға тәуекел етуде. Бар сенгендері сәттілік. Джаз бен Тони өзінің ренжіскен ұлымен қоштасу үшін хабарласуда. Бірақ қоңырауды қыз алады. Атасы телефонға әкесін шақыру сұрайды. Бірақ үлгермейді. Жапонияда жер сілкініп жоқ болады.
Бұл жайлы Тони жандағы досын айтады, ал кейін олар мінген кемеде цунами салдарынан апатқа ұшырайды. Ақ үй қара бұлтқа оранды, президент еш шарасыз көмексіз қалды. Кейін оны да алып, толқынмен соққан кеме бөлігі бас тастайды. Антонов шағындағы апатты қонуға жолаушылар дайындалуда. Ұшақты басқаруға Саша ғана қалғандары Бентли автокөлігіне отырып ұшаққа шығып кетеді. Саша болса, өзін құрбан етіп ұшақпен бірге қаза болады. Аспаннан Қытай ұшақтары өтуде. Кейбіреулері тіпті жан-жануарларды тиеп алған. Осы ұшақтардың бірін тоқтатып, бұлардың билеттерін сұрайды. Ал Карпов болса, VIP билет арқылы кемеге тікелей жолдама алады, ал қалғандары қалады. Бірақ билеті бар жолаушылардың өзі кемеге отыра алмай қалды. Себебі жер сілкінісі кезінде дайын тұрған 4 кеме жарамсыз болып бүлінген екен. Сол себепті қалған билеті барлар кеменің алдына жиналуда. Бірақ кемеге барар көпір жабық. Ал Кертис болса, отбасын алып, жолай манақ Ниманың көлігіне отырады. Жолай оларды алған Нима кемелерге жеткен соң өзінің бауырымен кездесіп, оларды да кемеге отырғызуға көндіреді. Оларға кеме ішіне құпия жолдармен кіру бұйырады. Ал іштегілерге ішінен геолог көпірлерді қайта түсіріп, сыртта тұрғандарды кіргізу керектігін айтады. Бірақ енді түсіп жатқан кеменің қозғалысын оның құрылысына тұрып қалған сым баяулатады. Осының салдарынан көпір жай түсіп, сырттағылар кіріп үлгермейді. Тек сырттағы Карпов қана өзінің ұлдарын ішке қарай лақтырып, аман қалдырса өзі құлап кетеді. Ал Кертистің отбасы кеме ішінде суға тұншығып жатыр. Бірақ Кертис оларды аман алып қалады. Кеме қозғалысын бастады. Шамамен 1 ай өткен соң жерде бірнеше өзгерістер болады. Ендігіде Эверест жердің ең биік нүктесі емес. Ал адамдар жаңарған Америка жеріне үлкен үмітпен баруда. Бүгінге осы лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпайық.